Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 60 метр қашықтыққа төменгі сөреден жүгіру жаттығулары. Сабағымыздың мақсаты студенттерге жүгіру жаттығуларының түрлерін үйрету, жүгіру жаттығуларын жасау барысында дене бітімдерінің дұрыс қалыптасуына ықпал жасау, тез шешім қабылдауға үйрету. Жүгіру жаттығулары: аяқты алға созып жүру, барынша аяқты жоғары көтеру керек. Аяқты алға бір жағына қарай кезек-кезек бүгіп көтеру. Аяқты жоғары көтеріп, өзіне қарай бүгіп жүру. Тізені көтеріп жүгіру. Қолымыз жүгіру кезіндегідей. Аяқты артқа лақтырып жүгіру. Аяқты бос ұстаймыз. Аяқты алға тік созып жүгіру. Аяқтың басын өзіне қаратамыз. Қысқа қашықтықта бар екпінмен жылдам жүгіру. Қысқа қашықтыққа жүгіру 30 метр мен 400 метр арасында қашықтыққа жатады. Қысқа қашықтыққа арнайы колодкамен жүгіреді. Төменгі стартқа тұру үшін оң аяқты сызықтың бойына қоямыз. Сол аяқты оң аяқтың артына, қолды сызықтың бойында ұстаймыз. Қолымыз иық көлемінде болады. Дайындал пәрмені бойынша сәл ғана көтеріліп, алға қарай ұмтылып жүгіреміз. Қысқа қашықтыққа жүгіру 4 фазаға бөлінеді. Старттық екпінмен жүгіру. Қашықтыққа жүгіру, мәреден өту. Төменгі стартты дұрыс алған жағдайда жүгірушінің нәтижесі жоғары болады. Төменгі старттан кейін кеудені бірден көтермейміз. Ара қашықтыққа жүгіргенде неғұрлым жылдамдықты алып, оны ұзағырақ ұстауға тырысу керек. Аяғы жерге тигенде табанның алдыңғы бөлігі негізгі қызмет атқарады. Жүгіріс барысында жоғары жылдамдықты қашықтық бойынша сақтау керек және мүмкіндігінше мәре сызығына жақындаған кезде жылдамдықты барынша үлгеріп түскен дұрыс. Қорытындылау сұрақтары. Бірінші, спринтер қандай қашықтыққа жатады? Қысқа қашықтыққа жүгіру қандай фазаларға бөлінеді? Төменгі старттан жүгіру кезінде қандай командалар беріледі? Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.